Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге дайын есептерді шығарып беретін боламын. Бұл 6-шы сынып, 2-ші бөлім. Неке математикадан. Қазір көбісі қиналып жүр, сондықтан да дайын есептерді шығарып беретін боламыз. 1105-тен бастаймыз. Дәптерге 6-да 59 суретіне қараймыз да, Б суретіндегі А және А нүктелеріне белгіленген А нүктесінің симметриялы болатын К түзулерін сызыңыздар дейді. Бұл жерде мыналардың қалай түзу К-ға болатын К нүктесін қойып сызатын боламыз. Мен ол жерде осындай блокнотқа арнадым. Осындай етіп сіздің түзу қандай сызық сызғаныңызға қарайды ол. Мен осындай сәл де болсын тік қылдым. Ал мына жерде қисық кеткен, ал мына жерде жатып тұр. Мен апайыма жібергенімде бұны жақсы баға алдым. Сіздердің де жақсы бағаларыңыз алуы мүмкін. Енді 6-ға көшеміз. Дәптерге Б суретінде КЛ кесіндісі және А түзуін сызыңдар. А түзуіне қатысты КЛ кесіндісіне симметриялы КЛ кесіндісін сызыңыздар дейді. Бұл жерде мыналардың бәрі, яғни өзінің сызатын қалай сызу керегін қазір дайын есептен көрсеткетейін. Міне, сіздер де осылай сызасыз. К мен L1-ді жазамыз осы жерге. Ал мына сызықтан А мен L-ді жазамыз. Осы шетке жазып қоямыз. Және де осылай қиғаштап жазып қоюымыз керек. Бізде сызық қойып екеуіне К деп жазамыз. Бұл бізде А. Бұл А. Яғни бірінші бөлік бұл. Ал мынау Бұл жерде К мен L теңесіп тұр. Мына жерде теңесіп тұрған жоқ. А бұл жерде. Ал мына жерде К1, L1. Бұл жерде енді теңесіп тұр. Ал мына жер Б. Яғни біз үшінші неге деңгейіне жеттік. КА, L1. Бұл жерде теңесіп тұр. Ал А бұл жерде теңесіп тұрған жоқ. Ал мына жерде КА, L1. Бұл жерде теңесіп тұр. Енді 1107-ні шығарамыз. Координатаны сызықта А3, 5 нүктесіне координаталар осы қатысты симметриялы нүктені тауып координаталық жазыңдар дейді. Екіншісі, абсциссалар өзіне қатты симметриялы нүкте тауып координаталарды жазыңдар дейді. Бұл жерде достар 7-де бұлай жасаймыз. Сіздер қазір дәл осылай менің немде көшіріп алатын боласыздар. Сөйтіп, мына жерде теңескен жердің бәрін дәл осылай жазып шығатын боламыз. X-тің қойып, дәл осылай көшіріп алатын боламыз. Бұл алдын ала айтқанымдай дайын есептер. Тағы да бұндай дайын есептер қаласаңыздар, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сонда сіздерге әрдайым дайын есептер келіп тұрады. Енді 1108-де қабырғасы 4 см квадраттың барлық сантиметрі осьтердің сызықтарына квадрат, барлық симметриялы осьтері квадрат неше тең үш бұрышқа бөлінеді. Олардың біреуінің ауданын табыңдар дейді. Мен бұл жерде 8-де бұлай жазылған, яғни осылай 4 бұрышты қылып сызамыз да, қиғаштап осылай жазып шығамыз. Мына жерге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ал мына жерге 4 санын жазып қойған. Сәл де болсын көрмей қалыпты, кешіріңіздер. Ал мына жерде S тең А 2. S көбейтілген 4, 2 тең 16. Яғни көбейтеміз, 16 болады. 16-ны 8-ге бөлгенде бізде 2 сантиметр 2 болады. Бір бөлігі сонда 2-ге тең болады 2.